Сәлеметсіңдер ме, балалар? Көңіл күйлерің қалай, қалдарың қалай, жақсы ма? Балалар, сендер ертегі тыңдағанды жақсы көресіңдер ме? Жақсы, олай болса, балалар, мен бүгін сендерге бауырсақ ертегісін айтып беремін. Балалар, бұл бауырсақ ертегісін мен сендерге мына алдыңызда тұрған теледидар арқылы айтып беремін. Тыңдауға дайынсыңдар ма? Жақсы, ендеше назар қойып тыңдайық. Бауырсақ ертегісі. Ертеде ата мен әже болыпты. Атасы әжесіне: әжесі, менің қарным ашып тұр, маған бауырсақ пісіріп берші дейді. Әжесі айтады: атасы, үйде ұн жоқ қой дейді. Қаптың түбінде кішкене ғана ұн қалған болатын, сол ұнмен маған бауырсақ пісіріп берші дейді. Әжесі жақсы деп атасына бауырсақ пісіріп береді. Бауырсақты суысын деп атасы мен әжесі терезенің алдына қойып қояды екен. Ал бауырсақ іші пысқаны соншалық оңға қарап, солға қарап, терезеден секіріп қашып кетеді. Бауырсақ қашып келе жатырса, алдынан қоян шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ: қоян, мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін дейді. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, енді қоян сенен де қаштым деп қашып бара жатса, алдынан қасқыр шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Жемеші қасқыржан, мен саған өлең айтып беремін дейді. Қане өлеңіңді тыңдап көрелік. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, қояннан қаштым, қасқыр, енді сенен де қаштым деп қасқырдан да қашып жөнеледі екен. Келе жатырса өлең айтып, бауырсақтың алдынан балалар аю шығады екен. Аю айтады: бауырсақ, исің қандай керемет, мен сені жеймін дейді. Аюжан, мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін дейді. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, қояннан қаштым, қасқырдан қаштым деп қашып кетеді екен. Қашып келе жатса, алдынан түлкі шығады. Бәлем, ұсталдың ба бауырсақ? Мен сені жеймін дейді. Түлкіжан, мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін дейді. Түлкі: жоқ, маған сенің өлеңің керек емес, мен сені жегім келіп тұр дейді. Мен саған өлең айтпасам, онда сен маған бір тапсырма бересің бе дейді. Түлкі: я, мен саған тапсырма берейін, сол тапсырмаларымды орындасам, мен ойланып көрермін. Жақсы, тапсырмамды орындаймын. Балалар, біз түлкі бауырсаққа көмектесеміз бе түлкінің тапсырмасын орындап? Я, жарайсыңдар, олай болса түлкінің тапсырмасын орындайық. Ал енді балалар, біз ертегімізді тамашалап болдық. Ендеше кішкене ойын ойнап, өзімізді кейіпкер ретінде сезініп көрейік. Ойынның аты кейіпкерді сомда. Балалар, менің қолымда ертегі кейіпкерлерінің бейнесі бар. Балалар, бұл жерде кім қасқыр, кім аю, кім қасқыр болғысы келеді, өз кейіпкерлерінді таңдап алып, кішкене ойын ойнап жібереміз. Әр бала өз кейіпкерлерін таңдап, шағын көрініс жасайды. Ал балалар, мына жерге қараңдар. Бұл жерде балалар, біз шығармашылық жұмыс жасаймыз. Бұл жерде шығармашылық жұмысымыз бауырсақтың бейнесін саламыз. Балалар, қараңдаршы, бауырсақтың пішіні қандай екен? Домалақ, дұрыс айтасыңдар. Енді түсі қандай екен? Сары түс, иә? Бауырсақтың түсін сары түспен бояймыз жақсылап. Бауырсақтың түсі сары болады екен. Пішіні дөңгелек болады екен.
Міне балалар, қараңдар, бауырсақтың пішіні шықты. Әдемі, сары түс дөңгелек болып шықты. Енді біз бұл жерде бауырсақтың көзін, мұрнын салатын боламыз. Келесі. Осылай трафарет қоямыз. Қараңдар, балалар, ертегі кейіпкеріндегі бауырсақтың бейнесін саламыз. Көзі, қасы, бұл жерде қара түс болады екен. Ал аузы қызыл түспен болады екен. Кәне, алып көрейік, қандай болып шықты екен. Міне балалар, қараңдар, қандай керемет бауырсақтың бейнесі шықты. Жарайсыңдар балалар. Сонда біз түлкінің тапсырмасын орындап, түлкімен дос болдық, бауырсаққа көмектестік. Ертегіміз жақсылықпен аяқталды. Ең бастысы, ертегі тыңдай отырып, бір-бірімізге көмектесуді, достықты, сыйластықты үйрендіңдер. Бұл нағыз ақылды балаға тән қасиет. Міне балалар, біз бүгін бауырсақ ертегісін тыңдап қана қоймай, кейіпкерлер рөлінде ойнап, өз бауырсағымызды да жасап көрдік. Осындай ойындар мен шығармашылық жұмыстар балалардың қиялын дамытады, тіл байлығын арттырады және ертегіге деген қызығушылығын күшейтеді.